Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Арданайдың каналы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі крючокпен тоқылатын, пышный көрінетін шапка тоқитын боламыз. Шапканы 2 жас қыз балаға тоқыдым. Қазір өлшеп көрсететін боламын. Бізде ұзындығы 32 сантиметр ұзындығы. Лайнан алған кезде 22 сантиметр. 22-21 сантиметр болады. Осыншалықты өстіп қайырып. Қайырған жеріміз бізде міне 8 сантиметр. Осындай шапка тоқып үйренгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл шапканы Alize Superlana Maxi жіпмен тоқитын боламын. 100 грамда 100 метр. Крючок номер бұл жерде бізге 7-8 номер крючок пайдалан деп ұсынылған. 25% шерсть, 75% акрилдан тұрады. Менде 4 номерлі крючок, басқа номерлі крючок жоқ менде. Егер сіздерде болса, 6 номермен де тоқсаңыздар болады. Өзімізге ыңғайлы тәсілмен воздушная петля жасап аламын. Егер сізде крючок 8-ші, қанша деді мына жерде жаңа міне 7-8, 6-да болады. Осындай номерлі крючок болса, осыған тоқсаңыздар болады осындаймен. 7-8, 4 кішкентай, но бірақ енді менде жоқ болғандықтан осымен тоқи берем. 45 воздушный петля алам. 1, 2, 3, 4, 5, осылайынан 45 воздушный петля. Міне осылайынан 45 воздушный петля алып алдым. Енді бір воздушный көтеріп, біреуін көтердік, екіншісіне бір ғана петляға, міне біреуіне ғана столбик без накида. Бір ғана петляға осылайынан столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жақында 10 петля қалдырамыз. 10 петляға дейін столбик без накида тоқимыз осылайынан. Әр петляға біреуден. Мына жақта 10 петля қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы жерге дейін столбик без накидамен тоқып келдім. Енді мынау қараңыздар. Мына жерде 10-ші петляға мен соединительный жасаймын. Соединительный жасап, бір воздушный петля көтеріп, жұмысымды кері қарай айналдырам. Мына жақтан алып қалды. Енді қараңыздар, крючоктан кейін екіншісіне, мына біреуден ғана, бір ғана петлядан столбик без накида тоқимыз. Екеуіне мынандайғы бірдей алмаймыз. Тек қана мына жақтағы бір петлядан ғана алып, столбик без накида аяғына дейін тоқып шығамыз. Әр петляға біреуден. Мына жақта ең соңғы петляға келдік. Бұл жерде тек қана мынандай біреуден емес, ең соңғы мына жақ қатарында екеуден бірдей аламыз. 1, 2 петлядан бірдей алып, столбик без накида тоқимыз. Бір воздушный көтереміз қайтадан.
кері айналдырып, енді крючоктан кейін бірінші екінші петляны бастаған кезде де екеуімен бірдей аламыз. Екі петлядан бірдей. Столбик без накида. Ары қарай тек қана бір ғана петлядан. Столбик без накида. Мына жерге дейін тоқып келеміз. Ары қарай қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Міне мына жерде соңғы жағына келдім. Міне бізде мынау соңғы петля. Бір ғана несінен міне. Енді мына жердегі 9-шы петляға столбик без накида тоқимын. Одан кейін 8-шісіне соединительный жасаймын. Ары қарай бір воздушный көтеремін. Жұмысымды қайтан кері айналдырып, бірінші крючоктан кейін бірінші екінші петляға столбик без накида. Тек қана міне мынандай біреуінен ғана. Бір ғана петлядан. Аяғына дейін тоқып шығамын осылайынан. Мына жағына қарай келген кезде әр кезде ең соңғы петля екі петлядан тоқылады. Екеуінен бірдей өткізіп аламын. Не крючокта осылайынан тоқылады. Бір воздушный көтереміз и ауыстырып айналдырып, тағы да бастаған кезде тағы да міне екеуінен бірдей өткізем крючокты. Столбик без накида. Осыны басталған кезде, аяқталған кезде мына жақ шапканың мына жақ беті ғой міне. Мынандай бір келкі тегіс шығу үшін мына жақ беті. Ылғи да осылайынан аяқтаған кезде соңғы екі петлядан и бастаған кезде бірінші екі петлядан өткіземіз. Қалған кездерде міне тек қана бір ғана петлядан столбик без накида тоқимыз осылайынан. Аяғына дейін, енді мына жерге дейін тағы да осылай столбик без накидамен тоқып келеміз. Соңғы петлясы тоқыдым. Одан кейін мына жақтан бір петля столбик без накида. Одан кейін бір петля соединительный. Әр қатарда осылайынан болады. Бірінші столбик без накида, одан кейін соединительный жасаймыз. Әр қарай бір воздушный көтеріп, жұмысымызды кері айналдырамыз. Крючоктан кейін екінші петляға столбик без накида. Аяғына дейін. Осылайынан мына жерде петля қалмағанға дейін осылай айналдырып тоқи беретін боламыз. Өте оңай тоқылатын шапка. Бір күнде өзіңізге тоқып алсаңыз болады. Міне тағы да мына жағына келдік. Бірінші петляға столбик без накида, екіншісіне соединительный. Мына жерде бізде 1-2-3 петля қалды. Осының барлығы аяқталғанша осылай тоқимыз. Бір воздушный петля, қайтадан жұмысымызды кері айналдырып, екінші крючоктан кейін екінші петляға столбик без накида. Осылайынан аяғына дейін. Міне тағы соңғы петлясын тоқыдым. Мына жерге бір столбик без накида, одан кейін соединительный. Бір воздушный. Жұмысымызды кері айналдырып, қайтадан әр петляға біреуден столбик без накида аяғына дейін. Аяғына дейін тоқып келдім. Бізде мына жерде ең соңғы бір ғана петля қалу керек. Міне менде бір ғана петля. Енді осы жерде біз соединительный жасаймыз. Тек қана соединительный. Міне бітті. Бізде бір клин осындай болып шықты. Осындайдан 4-еу, 5-еу, 6-ау өзіңіздің басыңыздың өлшеміне қарай тоқып аламыз. Неменде біреу тоқылды. Қазір тағы да қайтып басталатынын көрсететін боламын. Екінші қатар, екінші клин.
осымен жалғасып кетеді. Міне мына жерде аяқтадыңыз ғой воздушный петлямен. Енді қайтадан бір воздушный көтеріп алып, жұмысымызды кері айналдырып, әр петляға біреуден столбик без накида тоқимыз. Мына жерде бірінші, екінші. Мына жағына дейін, аяғына дейін столбик без накидамен барамыз. Мынау бізде міне макушкасы, төбесі, шапканың мынадай төбе жағы. Осылайынан аяғына дейін баратын боламыз. Бізде уже екінші клин басталып жатыр. Мен мына жақ несіне қарай жеттім. Енді бір воздушный көтеріп, жұмысымызды кері айналдырып, әдеттегідей тоқитын боламыз. Столбик без накидамен. Мына жақта 10 петляға қалғанға дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жерде маркермен белгілеп қойсаңыздар болады. 10-шы петляны осы жерге дейін, міне қараңыздар, жақсылап санап алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Даже мына жерде екен. Мынау бізде бірінші петлямыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне осылай маркер қалдырып қоясыздар. Осы маркерға дейін мына жақтан столбик без накидамен тоқып келеміз. Тек қана міне бір ғана петлядан, өстіп бір ғана петлядан алғаннан бізде міне мынандай резинка сияқты болып, осылай болып узор шығады. Ал егер біз екеуінен бірдей алатын болсақ, мынандай пышный узор бізде шықпайды. Сол себептен ғана бір ғана мынандай петлядан аламыз. Соңғы петляны тоқыдым. Мынау бізде міне 10-шы петля. Осы жерге біз 10-шысына соединительный жасаймыз. Бұл бізде бірінші клин басталып жатыр деген сөз. Міне бір ғана петлясынан тек қана соединительный ғана жасаймыз. Ары қарай бір воздушный көтеріп, керісінше кері қарай тоқып кететін боламыз. Бірінші клин басталған кезде міне бір ғана соединительный алдық. Келесі кезектерде бір столбик без накида, одан кейін соединительный. Әр қатарда солай міне столбик без накида, соединительный, столбик без накида, соединительный, столбик без накида и соединительный. Мына жерде соңғы бір ғана петля қалады, ең соңында. Оны біз мына жердегідей соединительный жасаймыз. Осылайынан екінші клин аяқталады. Тура осы әдіспен өзіңізге бас өлшеміңізге керекті мөлшерде тоқып аламыз осындайларды. Одан кейін қалай біріктіру керектігін видеода көрсететін болам. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбей жатсаңыздар, комментарияға жазыңыздар, немесе инстаграмға каналға өттіңіздер, сол жерде барлығын нақтырақ түсіндіріп айтатын болам. Негізінде барлығы нақты түсінікті болды деп ойлаймын. Мен өзіме керекті өлшемде тоқып алдым. Енді мынау бізде соңғы тоқыдым. Ең соңғысын бізде соединительный болу керек. Бір воздушный көтеріп, қайтадан мына жағына қарай келетін боламыз. Жұмысымыз кері айналдырамыз. Столбик без накидамен. Осылайынан айналып. Мына жақ бетіне қарай келу керек. Сосын кейін екі жағын біріктіретін боламыз. Енді мынандай клиннан төртеу болды. Соңғы петля. Соңғы петля әрдайым басында айтқандағыдай екі петлядан алынады. Тоқып қойдым. Өзіме керекті өлшемде.
Енді екі жәнін біріктіретін боламыз. Мына жібі бар петля мына жақ бетінде. Міне мынаның біріншісінен осылай крючокты өткіземіз. Мынаны осы жерден өткізіп аламыз. Біріктірдік. Біздің тоқыма жібіміз. Енді мына жақтан бірінші петля, бір ғана петляны аламыз осылай. Ал мына жақтан екеуін бірдей аламыз. Екеуін бірдей алып, крючокпен шығарып аламыз. Крючокта екі петля, енді біріне өткіземіз осылайнан. Тағы да бір рет. Бір ғана петлядан алдым мына жақ бетінен. Мына жақ бетінен екі бірдей петлядан өткіземін. Мына жұмыс жіпті екеуінен бірдей тартып шығарам. Одан кейін аяққа соединительный жасаймын. Осылайнан аяғына дейін біріктіріп шығатын боламыз. Біреу, мына жақтан екеуін бірдей міне. Мынау сыртынан. Шов онша қатты біліне бермейді. Осылай мына жерге дейін бекітіп шығамыз. Одан кейін төбесін мына жерін көрсететін боламын, қалай істеу керектігін. Соңғы петляға дейін біріктіріп шықтым. Енді сәл тартыңқырап жібімізді осыншалықты ұзынырақ қылып мынаны тартып шығарамыз. Мына жерде бізде мындай болады. Осыны мына жіпті енеге өткізіп аламыз қазір. Мынаны айналдырып жауып шығатын боламыз. Міне осындай тоқымаға арналған ене. Мындай жерден осылайнан өткіземіз. Енді осыны тартамыз міне. Сонда біздің жаңағы ашық тұрған жеріміз тартылып жабылады. Іш жағынан қарайтын болсақ, ешқандай тесік көрінбеу керек. Мына енені алып тастап, мына екеуін тартып байлап, артық жібін тоқыманың арасына жасырып тастайтын боламыз. Мені артық жіптерді. Мынау бізде теріс жақ беті. Жіптерін бәрін жасыру керек болады. Енді оң қаратамыз. Міне бізде шапка осындай. Мынау біздің жаңағы шов тіккен жеріміз. Қараңыздар, қатты біліне бермейді. Шапка осылайнан. Жып-жылы қыстың күніне әдемі шапка тоқылып шықты. Міне осындай әдемі жылы қайырып киетін шапкамыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.